Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін арықтау марафонның 8-ші күні, менімен бірге арықтап жатырсыздар ма? Артық салмақ сізде проблема болса, онда каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және осы видеоны арықтағысы келетін таныстарыңызға, достарыңызға міндетті түрде жіберіңіздер. Қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосыңыздар. Арықтауда ең маңызды шарттың бірі күніне 10 000 шақты орындау қажет және қозғалысты арттыру қажет. Қозғалыс ретінде осы зумба-биін билеңіздер, сілтемесін осы видеоға қалдыратын боламын. Міндетті түрде күніне бір мезгіл билеуді ұмытпаңыздар. Таңертең ұйқыдан оянғанда үлкен дәрет пен кіші дәретке барып келесіз және таңғы уақытта міндетті түрде аш қарында вакуум жаттығуын жасайсыз. Вакуум жаттығуын жасап болғаннан соң 2 стакан жылы суды ішіп 15-20 минут күтесіз, сол кезде ғана таңғы асты жейтін боласыз. Вакуум жаттығуын кем дегенде 15 секунд, 20 секундтан 20-30 рет жасаңыздар. Таңғы ас менде күріш ботқасы болады. Жарты кесе күрішті суға пісіріп аламыз ең алдымен, және пісейін деген кезінде қыздар сүтті қосып күріш ботқасын дайындайтын боламыз. Жарты кесе күрішке 3 кесе су құятын болсаңыздар, ботқаларыңыз жақсы болып піседі. Су қатты тартылып кетпейді. Орташа отта пісіруді ұмытпаңыздар. Таңғы уақытта негізі ботқа жейтін болсаңыздар, сіздерге шамамен 2-3-4 сағатқа дейін тойымдылықты береді. Сол үшін таңғы уақытта міндетті түрде жеңіздер. Ұйықтап қалдым, таңғы ас жеуге уақытым болмады, жай ғана көкөністер немесе фруктыларды жедім деп отырмаңыздар. Таңғы асты міндетті түрде жеп алуды ұмытпаңыздар. 20-25 минутта менің ботқам дайын болды. Міне менің таңғы асым күріш ботқасы және 2 дана құрма. Дәл қазір құрманың сезоны болуда. Өте дәмді болады. Осындай құрма алсаңыздар, бір жағынан тәттінің орнын басады. Тәтті құмар болсаңыз, тәттіден бас тарта алмайтын болсаңыз, онда жеміс жидек жеуді әдетке айналдырыңыздар. Және менде таңғы аста ақуыз міндетті түрде болу керек. Ақуыз ретінде мен жұмыртқаны пайдаландым. Және клетчатка ретінде қияр, яғни огурцыйды таңғы асқа қостым. Сіздер де солай тамақтаныңыздар, өте тойымды болады. Мен үшін осы тамақ, таңғы ас өте қатты тойымды болды. Сіздер дәл осындай таңғы асқа тояр едіңіздер? Комментарийге жазып кетіңіздер. Негізі әдетте көп адамдар таңғы асы ішпейді. Таңғы аста көп жағдайда печенье мен шай іше салады. Одан кейін тағы да қарын ашады, шамамен жарты сағатта тағы да печенье мен шай іше салады. Бұл мүлдем дұрыс емес. Дәл осылай тамақтану бізге артық салмақ алып келеді. Бүгінгі менің түскі асым өте тойымды, дәмді тамақтардың бірі перец фаршированный, кейбір жерлерде голубцы деп те атайды. 2 дана перец фаршированныйды жейсіздер, сорпасында қосуға болады сұйықтық ретінде. Және мен пирожки пісірдім қыздар, пирожкиді және осы түскі асқа қостым. Сіздер де қоссаңыздар болады. Арықтауда мына өнімді жейсің, мына өнімді жемейсің деген жоқ, барлығын жей беруге болады. Және салат ретінде помидормен, яғни қызанақпен қиярдан салат дайындай салдым. Сіздер де солай дайындасаңыздар болады. Немесе кез келген салаттың түрін пайдалануға болады. Егер де мен сияқты тәтті құмар болсаңыз, печенье, шоколад жеп үйреніп қалған болсаңыз, онда оның орнын алмастыруға болады. Кез келген фруктыйды, яғни кез келген жемісті алмастыруға болады. Мен құрманы пайдаландым. Құрма өте дәмді. Дәл осындай құрманы алсаңыздар, өте дәмді құрмалар болады. Егер де қияр, қызанақ салаты болмаса, кез келген салатты пайдалануға болады. Орам жапырақ пен сәбізді араластырып, керемет салат дайындауға болады. Немесе орам жапырақ пен кішкене қияр қосып та керемет салаттардың бірін дайындауға болады. Үйіңізде қай өнім бар, сол өніммен тамақтансаңыздар да болады. Ең бастысы, қарныңызды аш тұрған кезде жеп алыңыздар. Қарныңыз тойып тұрған кезде өзіңізді басқарып тамақ жемеуге тырысыңыздар. Негізі көп қыздар өзі тойса да көзі тоймайды, яғни көзі тоймағандықтан не жеп не ішкенін білмей қалады, солай артық тамақтанып қойып жатады. Сіздер де солай артық тамақтанып қоймаңыздар. Су нормасына көңіл бөлеміз. Тамақтан алдын 15-20 минут бұрын су ішеміз және тамақтан кейін 40 минут немесе 1,5 сағаттан кейін су ішуді әдетке айналдырамыз. Бүгінгі бізде кешкі ас перец фаршированныйдың 1 данасын қосамыз және қасына салат. Салатты міндетті түрде қосу керек. Таңертең, түскі ас, кешкі аста біздің рационда салат болу керек. Салат болмаса бізде запор болуы мүмкін. Сол үшін қыздар салатты қосыңыздар.
Негізі қыздар, бізде кешкі ас өте жеңіл болу керек. Көп қыздар негізі кешкі асқа плов, манты, пельмен, яғни орама деген ауыр тамақтарды жеп жатады. Сосын салмақ ақырын оларда қосылады. Ал біз керісінше ауыр тағамдарды түскі аста жейміз, кешкі аста өте жеңіл тамақтанып арықтай бастаймыз. Ал қыздар, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Ертеңге сіздерге тапсырма су нормасы, ұйқы режимі және зумба биі шагтың отчетін міндетті түрде өздеріңізге жасап қойыңыздар және вакуум жаттығуын жасауды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Айнагүл Жаманбай. Келесі видеода жолыққанша.